Ай мектеп. Дана, осы суреттердің ішінен бір-біріне ұқсас заттарды тауып берші. Ұқсас ештеңеде жоқ. Солай ма? Ендеше әр суреттен не көргеніңді айтып көрші. Бұрыш, ара, жаз, ұста, ара, ұста, бұрыш, жаз. Ара, бұрыш деп екі рет айттым ба? Иә, сен ұста, жаз деп те екі рет айттың. Ұста жұмыс деп жатыр. Тұтқаны ұстады. Жаз мезгілі. Маған хат жаз. Аға, олар неге бірдей аталады? Бір-біріне қатысы бар ма? Сеніңше қалай? Еш қатысы жоқ сияқты. Иә, бұларды әртүрлі мағыналы сөздер деп атайды. Барлық тілде де дыбысталуы бірдей, мағыналары әртүрлі сөздер кездеседі. Мысалы, бұрыш, ара, ұста, жаз. Менің атым Дана. Мынау менің атым. Қайталайық. Әртүрлі мағыналы сөздер. Тілімізде дыбысталуы бірдей, мағыналары әртүрлі сөздер болады. Ол мағыналардың бір-біріне қатысы болмайды. Мысалы, ұста жұмыс істеп жатыр. Тұтқаны ұста. Жаз келді. Маған хат